Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, сіздермен бірге биологияны жетік меңгеремін онлайн курсы және оның авторы Шакадимова Қалымқожа-қызы. Құрметті оқушылар, біз сіздермен бүгін 8-ші сыныптағы жануарлардың басым типтері дегенді қарастырамыз. Бұл екі тип, біріншісі буын аяқтылар типі, екіншісі омыртқалылар, қордалылар типі. Енді бұл неге екі тип басым? Себебі жер бетінде ең көп таралған жануарлар осы типке жатады. Сондықтан оларды басым типтер дейміз. Ең бірінші осы буын аяқтылар типіне тоқталайық. Буын аяқтылар типі деп неге атайды? Себебі бұл типке жататын өсімдік жануарлардың барлығының аяқтары буыннан тұрады. Сондықтан буын аяқтылар типі деп атайды. Екіншіден, олардың денесі бас, көкірек және құрсақ бөлімдерінен тұрады. Бірақ дегенмен де шаян мен өрмекшінің бас мен көкірегі бірігіп бас көкірекке айналған құрсақ бөлімі бар. Ал енді жаңағы бунақ денелерге басы бөлек, көкірегі бөлек, құрсағы бөлек келеді. Және бұлардың буын аяқтылар типінің тағы бір ерекшелігі, бұлар бізде мына денесінде хитинді жамылғы бар екен. Буын аяқтылар типіне 3 класты біріктіреді. Бұлар шаян тәрізділер, өрмекші тәрізділер және бунақ денелілер деген 3 класс. Құрметті оқушылар, енді буын аяқтылар типін талдайық. Бірінші классы ол шаян тәрізділер. Шаян тәрізділерге циклоп, аш шаян, өзен шаяны, таңқы шаян деген түрлер жатады. Олардың көпшілігі сулы ортада тіршілік етеді, тек қана есек құрттан басқасы. Енді шаян тәрізділердің ерекшелігі денесі басы мен көкірегі бірігіп, бас көкіректі құрайды және құрсағы бар. Сонымен қоса денесінің артқы бөлігі жүзбе қанаттарымен аяқталады. Олардың тыныс алу мүшесі желбезек. Яғни денесінің алдыңғы бөліктерінде қармалауыштары болады. 2 жүк мұртшалары бар екен. Келесі класс бұл өрмекші тәрізділер. Өрмекші тәрізділердің хитинді жамылғысы шаяндардан қарағанда жұмсақ болады. Және олардың да басы мен көкірегі бірігіп бас көкіректі құрайды екен. Бұларда мұртша болмайды. Олардың 4 жүк аяғы бар. Яғни аяқтары бас көкіректе орналасқан, құрсақтарында аяқ болмайды. 8 аяғы, яғни 4 жүк аяғы бар. Оларда күйіс аяқ деген болады, оны хелицера дейді. Онан кейін қармалауыш аяқ, педипалпа деген болады. Аяқтары, құрсақтарында жаңа айттық, аяқтары болмайды. Аяқтар буыннан тұрғандықтан бұл буын аяқтылар типіне жатады. Енді өрмекшілерге қандай жануарлар жатады? Бұлар қыр шаян, шаршылы өрмекші, құсжегі өрмекші, кенелердің барлық түрі осы өрмекші тәрізділерге жатады екен. Хитинді жамылғысы басқа буын аяқтылардан қарағанда жұмсақ болып келеді. Мұртшалары болмайды. Келесі бізде балалар бунақ денелілер. Олардың денесі жаңағы айтқандай 3 бөлме, басы бөлек, көкірегі бөлек, құрсағы бөлек екен. 3 жүретін аяқтары бар. Аяқтары буыннан тұрады. 2 жүк қанаттары болады екен. Бұлардың қоректенуіне байланысты ауыз мүшелері алуан түрлі, сору түтігі, кеміруші, жалаушы деген сияқты болып бөлінеді екен. Күрделі көздері бар. Және мұртшалары болады екен. Бұлардың тағы бір ерекшелігі, бұлар түрленіп дамиды екен. Бұлардың барлығының басты ерекшелігі аяқтары буыннан тұрғандықтан буын аяқтылар класына типіне жатады. Құрметті оқушылар, енді желілер типін қарастырамыз. Желілер бұлар денесінде тірек болып табылатын желісі бар жануарлар екен. Желілердің ішінде омыртқаларды бөліп қарастыруға болады. Оларда желі өмір сүру барысында омыртқа жотасына айналған екен. Ал енді желілердің басты ерекшелігі, сонда айттық, денесінде тірек болатын желісі немесе омыртқасы бар. Екінші ерекшелігі, олардың мына жұтқыншақтарында желбезек саңылауы бар екен. Тіпті құрлықта тіршілік ететін жорғалаушы болсын, сүтқоректі болсын, олардың ұрықтық даму сатыларында расымен де жұтқыншақтарында желбезек саңылаулары болады, бірақ олар жойылып кетеді екен. Ondan кейінгі үшінші ерекшелігі,
олардың жүйке жүйесі түтік тәрізді екен. Омыртқалы жануарларда сол жүйке жүйесі ми мен жұлынға айналған екен. Жалпы омыртқалы жануарлар 5 класты біріктіреді. Біріншісі балықтар, екіншісі қосмекенділер, үшіншісі жорғалаушы, төртінші құстар, бесінші сүтқоректілер класы. Балалар, енді жекелеген кластарға тоқталамыз. Омыртқалы жануарлардың біріншісі балықтар. Балықтар сулы ортада тіршілік ететін, денесі сүйір болып келетін, қозғалыс мүшесі жүзбе қанат, желбезекпен тыныс алады, денесі қабыршақпен қапталған, денесі бас, дене, құйрық бөлімдерінен тұрады екен. Бұлар уылдырық шашып көбейеді. Тек сулы ортада тіршілік етеді, сондықтан тыныс алу мүшесі желбезек. Келесі осы класс ол қосмекенділер класы. Неге қосмекенді? Себебі олар сулы ортада да, құрлықты ортада да тіршілік етеді. Сондықтан оны біз қосмекенділер класы деп атаймыз. Қосмекенділерге құрбақа, бақа, тритон, саламандра сияқты жануарлар жатады екен. Олар құрлықта да тіршілік етеді, суда да. Құрлықта бұлар өкпесімен тыныс алса, сулы ортада желбезектермен тыныс алады екен. Олар сумен байланысты дамуы. Олар өздерінің уылдырықтарын сулы ортаға да шашады, және олардың түрленіп дамиды. Уылдырықтан дернәсіл шығады, дернәсілдің тыныс алу мүшесі желбезек екен. Және пішіні балыққа ұқсас. Бұл қандай пайым береді? Яғни қосмекенділердің арғы тегі балықтар деген. Біраз уақыттан кейін балықтың дернәсілі ересек бақаға айналады. Яғни олардың денесіне жалаңаш, жаңа айттық, шұрышты тері қаптайды. Ол тыныс алуға 40% қатысады екен. Қозғалыс мүшелері алдыңғы және артқы аяғы. Артқы аяқтары, мысалға үшін құрбақаларда ұзын болады, алдыңғы аяқтары қысқа болады екен. Түрленіп дамиды, екі ортамен де байланысты жануарлар, сондықтан қосмекенділер деп аталады. Балалар, енді омыртқалы жануарлардың үшінші класы бұл жорғалаушылар. Жорғалаушы деп неге атаймыз? Себебі олардың аяқтары қысқа немесе мүлдем болмағандықтан жерді бауырымен жорғалап жүреді. Жорғалаушылар класы 100% құрлықты ортада тіршілік етуге бейімделген. Сулы ортамен байланысы жоқ. Терісі құрғақ. Терісінде немен қапталған? Біріншіден қабыршақтармен қапталған. Мысалы үшін кесірткелерде және жыландарда қабыршақ, қалқаншалармен қапталған қолтырауын, сауытпен қапталған тасбақа екен. Олар жұмыртқа салып көбейеді. Тек өкпесімен тыныс алады екен. Бұлардың жорғалаушы аталатын себебі бауырымен жорғалайды, аяқтар қысқа болғанда немесе жоқ болғандықтан. Жорғалаушыларға жылан, кесіртке, тасбақа, қолтырауын сияқты жануарлар жатады екен. Салқын қанды жануарлар. Келесі бізде ол құстар класы. Құстар класы омыртқалы жануарлардың ішінде ұшуға бейімделген класс. Олардың ұшуға қандай бейімділігі бар? Біріншіден, алдыңғы аяқтары қанатқа айналған. Екіншіден, олардың терісінде қауырсынды жамылғы. Қауырсынды жамылғы тек қана ұшуға байланысты емес, жылуды жақсы ұстайды екен. Сонымен қоса, олардың сүйектері өте жеңіл болады. Бұл да ұшуға байланысты. Қуықтары болмайды, дәрді сақтайтын. Олардың тұмсықтары бар екен, тістері болмайды. Қоректенуіне байланысты тұмсықтарының пішіні алуан түрлі, мысалы үшін тоқылдақтікі қашау тәрізді, бүркіттікі үшкірге болып келеді. Яғни ұшуға бейімделген омыртқалы жануарлардың тобы құстар класы. Қауырсынды жамылғы, қанаты бар болып келеді. Келесі ең соңғы жақсы жетілген, жер бетінде ең көп таралған класс бұл сүтқоректі. Неге сүтқоректі дейміз? Себебі бұл жануарлар баласын тірі туып, сүтпен қоректендіреді. Оларда сүт бездері бар. Сол сүт бездерінен бөлінген сүтпен қоректендіреді. Басты ерекшеліктеріне тоқталатын болсақ, олардың тістері бар және сараланған.
тістері күрек, азу, ит болып бөлінеді екен. Және бұларда терісінде май және тер бездері бар екен. Түкті жамылғымен қапталған және бұлардың аяқтары денесінің астында орналасқан, жақсы қозғалысқа мүмкіндік береді екен. Тұмсығында сезімтал талшықтары болады. Бұл сүтқоректілердің ішінде жататындар, мысалға айтатын болсақ, сиыр, қой, піл, киік, арқар деген жануарлар жер бетінде ең көп таралған жануарлар. Сонымен балалар, біз жер бетіндегі ең көп таралған басым типтерді талдадық. Олар буын аяқтылар типі және омыртқалылар типі. Сіздерге сабақ ұғынықты болды деген ойдамын. Сіздерден сұралатыны, сіздерге жіберілген сілтемедегі слайдты көшіріп жазып аламыз, конспектлеп ұғып отырып, және мынандай онлайн тест платформасындағы тестті шешеміз. Біздің сабағымыз ары қарай жалғасады. Келесі сабақта кездескенше қош сау болыңыздар.